Сәлематсыздар ма балалар? Математика сабағын бастайық. Бүгін біз математика сабағында бір саны мен амалдар қолдануды өтеміз. Және мақал халық даналығы. Бүгінгі сабақта сендер бір саны мен амалдар қолдануды үйренетін боласыңдар. Бірінші мысалға назар аудар. Өрнектің мәнін өсу ретімен орналастырсақ, бізде мақал пайда болады екен. Сендерге берілген өрнектің мәнін тауып, өсу ретімен орналастыруларың керек. Балалар, өрнектің мәнін таба алдыңдар ма? Таба алсаңдар, онда менің жауабыммен сәйкестендіріп көріңдер. 27 мен 3-тің бөліндісі 9-ға тең, 6 мен 3-тің көбейтіндісі 18-ге тең, 3 пен 9-дың көбейтіндісі 27-ге тең, 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40-ға тең, 9 пен 5-тің көбейтіндісі 45-ге тең. Енді мақалымызды оқып көрейік. Ағаш тамырымен, адам досымен мықты. Біздің мақалымыз балалар достық туралы екен. Достықты біз қалай түсінеміз? Олай болса, келесі видеоға назар аударайық. Аға, біз мұнда кімді күтіп алуға келдік? Менің досымды қарсы алуға келдік. Оның аты Мұрат. Ол менің өте жақын досым. Сәлем. Сәлем. Бұл кім? Бұл танысым. Аты Әлия. О! Аға, таныс пен достың қандай айырмашылығы бар? Таныс бір жерде көрген, немесе бір жағдайда бірге болған адамың. Сен кейде ол адам туралы ештеңе білмеуің де мүмкін. Ал дос деген сен білетін, жақсы көретін, тілектес, ниеттес, жаныңа жақын адам. Сыныптағы немесе мектептегі танысың, спорт кешендерінде кездескен, немесе командада бірге ойнаған адам араласа келе, досыңа айналып жатады. Достар бір-біріне жақын да, алыста тұруы мүмкін. Мысалы, Мұрат былтыр Алматыға көшіп кеткен, бірақ біз әлі доспыз. Жиі хабарласып тұрамыз. Бүгін міне Астанаға келе жатыр. Сіздің досыңыз көп сияқты. Менің де досым көп. Сыныбымдағы 20 оқушының барлығы менің достарым. Біреуден бір нәрсені үйрену, немесе оған бірдеңені үйрету арқылы достасу да оңай. Біреуге қол ұшын беріп, көмектесу арқылы да достыққа жол ашуға болады. Бірге ойнап, бір мақсатқа жету үшін басқа балалармен бірігу арқылы, бұрыннан бар достарыңның достарымен танысу арқылы жаңа балалармен жақындасуға болады. Иә, сонда жаңа достарың да көп болады. Мүмкін достарыңның арасында өзіңе жақыны бар шығар. Жақын деген әрдайым жаныңда жүретін бе? Жоқ, ол шарт емес. Достар бір-бірін қорғайды. Және кез келген жағдайда бір-біріне көмектесуге дайын болу керек. Жақын достар бір-біріне сенеді, бір-бірінің көңіліне қарайды. Бір саны мен көбейтуге және бөлуге мысалдар құрастырайық. 1 мен 2-нің көбейтіндісін бір санын 2 рет қосу арқылы жазуымызға болады. 1-ді 2 рет қосады екенбіз. Яғни біз жазатын болсақ, 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2-ге тең дейміз. 1 мен 3-тің көбейтіндісі бір санын 3 рет қосады екенбіз. Яғни жазатын болсақ, біз 1 көбейту 3 тең 3-ке тең деп жазамыз. 1 мен 4-тің көбейтіндісін біз бір санын 4 рет қосады екенбіз. Яғни өрнегіміз 1 көбейту 4 тең 4-ке тең болады. 1 көбейту 5, бұл жерде біз бір санын 5 рет қосады екенбіз. Яғни бізде 1 көбейту 5-іміз 5-ке тең болады екен. 1 көбейту 6-ымыз бір санын 6 рет қосады екенбіз. Сонда бізде өрнегіміз 1 көбейту 6 тең 6-ға тең болады екен. Олай болса, балалар, біз кері амалын шығарып көрейік. Яғни 1 мен 2-нің көбейтіндісі 2-ге тең. Бұл жерде біз 2-ні 1-ге бөлетін болсақ, 2
шығатын байқаймыз. 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3-ке тең. Бұл жерде 3-ті 1-ге болатын болсақ, жаңа 3-ті шығатынын байқаймыз. Бұдан шығатын қорытынды. Кез келген санды 1-ге, немесе 1-ді кез келген санға көбейткенде, сол санның өзі шығады. Немесе санды 1-ге бөлгенде, сол санның өзі шығатынын байқадық. Олай болса, бұны біз әріп күйінде, әріпті өрнек күйінде жазып көрейік. А көбейту 1 тең Аға, 1 көбейту А тең Аға, А бөлу 1 тең Аға. Бұндағы А кез келген сан. Бірінші тапсырма, жалғастырып айтып көр. Мұнда өрнекке назар аударайық балалар. 1 көбейту 3 тең 3-ке тең. Көбейткіштердің орнын ауыстырып жазып көрейік. 3-ті 1-ге көбейтсек 3 шығады. Және 3-ті 1-ге бөлетін болсақ 3 шығатын байқадық. Енді осы үлгіге қарап балалар, 2-ші және 3-ші бағанды өзіміз орындап көрейік. Балалар орындай алдыңдар ма? Олай болса, менің жауабыммен сәйкестендіріп көріңіздер. 1 мен 5-тің көбейтіндісі 5-ке тең еді. Ендеше біз көбейткіштердің орнын ауыстырып жазып көреміз. 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5-ке тең екен. 5 пен 1-дің бөліндісі 5-ке тең. Келесі 3-ші бағанда 1 мен 7-нің көбейтіндісі 7-ге тең болатын болса, көбейткіштердің орнын ауысқанда 7 мен 1-дің көбейтіндісі 7-ге тең екен. Ал 7-ні 1-ге бөлгенде 7 болатын байқадық. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мұнда есептерге сызба таңда. Мұндағы есептерді 2 амалмен шығатындай өрнек есептің сұрағын толықтыруымыз керек және оны шығаруымыз керек. Яғни берілген 3 есеп бар, сол 3 есептің сызбасын сәйкестендіріп табуымыз керек. Қане тауып көрейік. Балалар, тауып көрсеңдер, онда менің жауабыммен сәйкестендіріп көріңдер. Иә, бірінші есептің сызбасы 3-ші тұр екен. Екінші есептің сызбасы 1-ші тұр екен. Және 3-ші есептің сызбасы ортасында 2-ші тұр екен. Енді осында берілген есептің 1-шісін шығарып көрейік. Есепті шығар. Сырым 8 жүйек, ал Санжар одан 2 есе кем жүйек суарды. Санжар неше жүйек суғарды? Бұнда балалар Санжардың неше жүйек суғарғанын тауып көрейік. Олай болса, есептің шартын жазайық. Сырым 8 жүйек, Санжар белгісіз 2 есе кем суғарды. Ендеше біз Санжардың қанша жүйек суғарғанын табамыз. Балалар, бұл жерде біз 2 есе кем деген сөзге назар аударуымыз керек. Себебі 2 есе кем де болса, біз бөлу амалын орындауымыз керек. Олай болса, шешуінде 8 бөлу 2 тең 4-ке тең. Ендеше есептің жауабы Санжар 4 жүйек суарды. Енді осы есебімізді балалар 2 амалмен шығаратындай сұрағын өзгертіп, есепті шығарып көрейік. Сырым 8 жүйек, ал Санжар одан 2 есе кем жүйек суарды. Екеуі барлығы неше жүйек суғарды? Балалар, бұл жерде біз есептің шартын былай құрап көрейік. Сырым 8 жүйек, Санжар белгісіз 2 есе кем. Және біз барлығын сұрап тұрғандықтан біз есепке барлығын қанша жүйек екенін табуды жазамыз. Яғни, біз есепте 2 амалмен шығарылатынын байқадық. Олай болса, алдымен біз Санжарды тауып алуымыз керек, одан кейін барлығын табуымыз керек. Шешуі. Сырым 8 жүйек, ал 8 бөлінген 2 бұл Санжардың суғарған жүйегі. Сондықтан біз сырымның суғарған жүйегіне Санжардың 8 бөлінген 2, яғни 4 жүйегін қосуымыз керек. Сонда жауабы 12 жүйек болады. Жауабы екеуі барлығы 12 жүйек суарды. 3-ші тапсырма. Берілген ережелерге сәйкес әріпті өрнек жазуымыз керек. Мұнда бірінші, кез келген санды 1-ге көбейткен кезде сол санның өзі шығады. Немесе 1-ді кез келген санға көбейткенде сол санның өзі шығады. Немесе санды 1-ге бөлгенде сол сан шығады. Балалар, енді осы берілген тапсырма бойынша әріпті өрнекті құрастырып, жазып шығамыз. Балалар, бұл тапсырманың жауабын мен жіберген Google диск сілтемесі бойынша тапсырманы орындап маған жіберіңдер. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.